Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен маклюбенің жасау жолымен бөлісетін боламын. Бұл түрлі көкөністер қосып, күрішті ерекше бір жолмен дайындайтын тағамның бір түрі. Сіздерге міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Себебі өте дәмді болып шығады. Ендеше маклюбемізді дайындап бастайық. Ең әуелі етті дәл осылай сақтап турап аламын және қазанға салып, оттың астын қосып, ешқандай да сұйылмай құйылмай етті қуыратып боламын. Яғни еттің өзінің артық сулары тартылғанша өзінің суында қуырып аламын. Артық сулары тартылып құрғай бастаған кезде сұйылмай құямын. Және осы майда шамамен орташа отта қазанымның қақпағын жауып 15 минутта етімді қуырып алатын боламын. Шамамен 15 минуттай уақыт өтті. Менің етім майда жақсылап қуырылып, қызарып пісіпті. Енді осы қуырылған еттің үстіне азғантай ғана су құямын. Көп құйып қажет емес. Азғантай су құйып, қазанның қақпағын жауып, оттың астын баяулатып, шамамен етім толықтай піскенше 1 сағатқа қойып қоятын боламын. Менде шамамен 1 сағаттай уақыт өтті. Етім пісіп қалды. Енді етті майдан ажыратып сүзіп алатын боламын бөлек. Және мен етке тұз қосқан жоқпын, қыздар, себебі мендегі өзі сүрленген тұзды ет болғандықтан тұз қосуды қажет етпедім. Және сүрленген ет болғандықтан еттерім осылай қызарып пісті. Енді дәл осы етті қуырған майда біз ұсақтап туралған тәтті бұрыштарымызды қуырып алатын боламыз. Мінекей мен жақсылап қуырып алдым. Тәтті бұрыштарды 4 бұрыштылап осылай ұсақтап турады. Енді біздің қуырылған тәтті бұрыштарымызды да дәл жаңағы етті сүзіп алған секілді, бірақ бөлек ыдысқа майдан ажыратып сүзіп аламыз. Және осы майда біз күріштерімізді қуыратын боламыз. Міне күрішті мен майда қуырып жатырмын. Менде оттың асты қатты қызуда тұр. Енді күрішім әбден кеуіп, жабысып, ағара бастаған кезде мен күріштерімнің үстіне су құятын боламын. Менде мына жерде 500 грамм күріш. Сол 500 грамм күрішке мен 500 мл ыстық су құямын. Және күрішке дәміне қарай тұз себемін. Осы сәтте оттың астын ең баяу қызуына қойып, ыдысымның қақпағын жауып, күрішті 15 минуттай пісіріп аламын. Ең баяу отта. Мінекей күріштерім дайын. Енді біз майда дәл осылай домалақтап туралған сәбіз бен картоптарымызды қуыратын боламыз. Міне қызып тұрған майда мен екі жағын қызарта отырып, бірінші сәбіздерімді қуырып алдым. Әрі қарай дәл осылай домалақтап туралған картоптарымды қызып тұрған майда қуыратын боламын. Міндетті түрде екі жағын аудара отырып, осылай сәл қызартып қуырып алу керексіз. Картоп пен сәбіздерді тым қатты жұқа не қалың қылмай турап алдым. Енді бізге осындай қазан қажет. Асты сәл қалыңдау, біздің қазір маклюбемізді дайындаған кезде жабысып қалмайтындай қазан болу керек. Қазанның түбіне мен осылай домалақтап туралған пияздарымды дәл видеодағыдай тізіп шықтым. Мінекей, енді осы пияздардың үстіне жаңағы біз алдын ала пісіріп дайындап қойған етті саламыз. Еттің үстіне өзіңіздің қалауыңызша осылай ас көктер сепсеңіз болады. Әрі қарай енді осының үстіне жаңағы қуырып дайындап алған домалақ сәбіздерімізді дәл видеодағыдай тізіп шығатын боламыз. Мінекей, дәл осылай барлық жеріне сәбіздерімізді тізіп шықтық. Мен осылай жан-жағына да сәбіздерді салып шықтым. Қазір біз маклюбеміз дайын болған кезде әдемі болып көрініп тұру үшін енді осының үстіне жаңағы қуырылған тәтті бұрыштарымызды саламыз. Оның үстінен домалақтап туралып жаңа алдын ала қуырып алған картоптарымызды дәл видеодағыдай жақсылап тізіп шығамыз. Және осы картоп пен сәбіздің арасына дәміне қарай тұз септім. Неғұрлым әдемірек етіп тізіп шықсаңыз, сіздің маклюбеңізде сол ғұрлым әдемі болып шығады. Мінекей, енді осы ыдысқа мен барлық күрішімді салдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай күріштің үстін жақсылап осылай басып шығу керексіздер. Сонда сіздің маклюбелеріңізді қазір аударғанда күріштеріңіз шашылып кетпейтін болады. Жақсылап үстінен басып шыққан соң, күріштің үстіне азғантай ғана ыстық су құямыз. Судың мөлшерін қазір видеоның описаниесінде жазып кетемін. Өте көп құйып қажет емес, себебі қазір маклюбелеріңіз сулы болып шашырап кетуі мүмкін. Шамамен мен 200 мл ғана ыстық су құйдым, себебі біз күрішімізді жаңа алдын ала пісіріп алдық, сондықтан да артық су құйып қажет емес. Және оттың баяу қызуында ыдысымның қақпағын жауып, шамамен 15 минуттай
минуттай күрішті бұқтырып пісіріп алдым. Әрі қарай оттың астын сөндіріп, осы сөніп тұрған оттың қызуында да бұқтырып 15 минутқа күрішімді қойып қойдым. Енді осы уақытта мен маклюбеге арнап салат дайындаймын. Осылай ұсақтап туралған қызанақтар мен қиярға тұз сеуіп, зәйтүн майын қосып араластырып дайындап қойдым. Қаласаңыз ас көктер қоссаңыз болады түрлі. Осы уақыт аралығында біздің маклюбеміз де дайын болып қалыпты. Енді видеодағыдай маклюбеміздің ыдысын аударып, үстінен қасықпен ұрғылап, біздің маклюбемізді түсіретін боламыз. Оттың асты неғұрлым жай қызуда тұрса, соғұрлым біздің маклюбеміз күймей әдемі болып піседі. Мінекей біздің осымен маклюбеміз дайын, асты ешқандай да күйіп кетпеген, жабысып қалмаған. Енді маклюбеміздің жан-жағына осылай жаңа алдын ала дайындап қойған салаттарымызды қойып шығамыз. Жан-жағына енді айран құямыз, себебі біздің маклюбемізді осы айранмен қосып жеген қызықтырақ болады. Осымен біздің маклюбеміз дайын. Өздеріңіз видеода көргендеріңізде ешқандай да қиындығы жоқ. Сіздерге міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша дайындап көрулеріңізді кеңес беремін. Және видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!